Сонымен ютубтан біздің записті қайта көріп жатқандар үшін сәлем. Бүгін 5 шілде. Білмеймін, енді өзімше бір крутой мастер, кунг-фу мастер сияқты мастер-класс өткізейін деп жатырмыз. ТГО-дан тапсырмақшымын. Бірақ енді мына жерде 3 рет тапсырғаным, ол 2020 жылы өзім магистратураға түсуге тапсырған пробнийларым екен. Жаңа көріп отырдым, жаңа аштым. Біріншісінде 80 қанша жинағам? 87 жинаппын. Сосын екіншісінде 101 нәрсе, 91 жинаппын. Сосын үшіншісінде 107 ма солай жинаған екенмін. По-моему, мынау біріншісі. Просто сіздер кіргенге дейін, міне біріншісі 87 жинағанмын. Сосын 91 жинаппын, сосын 109 жинаған екенмін. Бұл енді 2020 жылы 11-16 августта болып жатқан оқиғалар. Сосын сол 18 ма 19 күні болды. Тестілеу. Сол кезде сол тестілеуді не істедік? Бардық. Так, запись бола ма дейді. Запись қосылатын болды. Қосылып жатыр ғой, запись жүріп жатыр. Тағы да 1 минуттай уақытымыз бар екен. Басқалар кіріп үлгерсін. Уақыт берейік, басқаларға да. Өйткені ровно будильникпен кіріңіздер деп айтқанмын мен көпшілігіне. Сондықтан да будильникті қосып кіріп жатқандар да болуы мүмкін. Сол үшін күте тұрамыз. Әңгіме айта тұрайық дейді. Әңгіме айта тұрайық. Айдана. Айдана екінші поток деді ма сіз? Бірінші потоксыз ба? Екіде, екіде. Екіде болу керек. Шатасып та кеттік қой, қай потокта? Уже сағай ұмытып қалдыңыз ба дейді. Жоқ, сізді ұмытқан жоқпын. Потогыңызды ұмытып қалдым. Так, 19:00 ровно болды. Тестілеу мүмкіндігін сатып алу. Тестілеу әрекеттен санын көрсеттіңіз. 1 рет тапсырамын. Тапсырысты қалыптастыру. Менің орныма төлейтіндер бар ма? Жоқ, төлемей қойыңыздар, рахмет. Так. Төледік. Жабу. Тестілеуді бастау. Только ТГО-ны тапсырамын. Құрметті студенттер. Только ТГО. Так. Язык обучения қазақша, ағылшынша, қазақша, математика педагогтарында деректердің дұрыстығын растау. Все. Бастадық. Запись бола ма дейді, жүріп жатыр ғой. Запись жүріп жатыр. Так, ережемен таныстым. Әлде таныспадық па? Таныстық қой ережемен, Так, ағылшын тілі дейді. Бізге оқуға дайындығын анықтау керек. Так, дұрыс нұсқаны таңдаңыз дейді. 4,96, үлкен 2,55, үлкен 5,22. Бұл емес, Бұл бізде жауап бола алмайды. Екіншісі 1 өйткені 2,55, 5,22-ден үлкен емес. Қызылмен билеп қойсылайын, үлкен емес. 1,25 кіші 1,56, кіші 1,54. Бұл да қате. 1,56 үлкен болады 1,54-тен. Қалай салыстырамыз? 1 мен 1-ді салыстырамыз, тең болды. 5 пен 5-ті салыстырамыз, тең болды. Енді келесі 6 мен 4. 6 мен 4-ті салыстырсақ, 6 жағы үлкен болу керек. Ал мына жерде уже керісінше болып қалған. Қате. С 7,25, үлкен 7,16, үлкен 7,11. Міне дұрыс жауап осы. 7,25, 7,25 үлкен болады. Так. Үлкен болады 7,16, үлкен болады 7,11-ден. Өйткені мына 7 мен 7-дің бәрін салыстырдым. 2 мен қалған екеуі кіші болды, міне 1-1. Сосын 1 мен 6, 6 мен 1-ді салыстырдым. Не 6 мен 1-ді? 6 жағы үлкен болды. Значит, С нұсқасы бізде дұрыс. Жақсы. Бұл жерде енді түсінікті емес деп айта алмаймын, өйткені курс емес. Курс болса айтатын едім. Менде көрінбей тұр дейді.
Білмеймін мен. Запись жүріп жатыр, кейін неден көре саласыздар. Или қайттан шығып, қайттан кіріп көріңіздер. Теміртау және Ақмола аймағында тұрғындардың қанында ауыр металдардың бар болуын анықтауға байланысты сынақ жұмыстары жүргізілді. Барлығы 180 адам сынақтан өтті. Оның 90 адамы Теміртау аймағынан, ал қалған 90-ы Ақмола аймағынан. Түсінікті. Теміртау аймағынан 2,2% адамдардың қанының құрамында ауыр металдар табылды, А шамасы. Ал Б шамасы Ақмола аймағының 4,4 адамдарының қанынан ауыр металл табылды дейді. Мен бұны салыстыр. Екеуінде де адамдар саны тең. Мына жерде 90, мына жерде 90. Енді өздеріңіз ойлаңыздар. 90-ның 2,2% көп па? 90-ның 4,4% көп па? Әрине, көп пайызы көп болады. Яғни Б шамасы үлкен. Б шамасы артық деген бізде С нұсқасында тұр, соны белгілеймін. Түсінікті болса, басқа ешнәрсе айта алмаймын. С нұсқасын белгіледік. Ал ағай, мақұл, есептеңізші. Давайте есептеп көрейік. Сөйтіп сұрақ қойылаңыз мүмкін ғой. Қалай есептеуге болады деген. Мен просто сіздерге оңай жолын үйретіп жатырмын қазір. Лайфхактар тек қана 90 плюс 0,022. Өйткені 2, әйтпесе давайте бұлай есепті салайық. 90-ды бірінші көбейтеміз 2,2-ге и бөлеміз 100-ге. Санның пайызын табу үшін санды пайызға көбейтіп 100-ге бөлу керек еді. Яғни 1,198. Жуықтасақ 2 адам екен. Ал керісінше мына жерде 90-ды көбейтемін 4,4-ге и оны бөлемін 100-ге. 3,96 жуықтасақ 4 адам. Бәрібір Б шамасы үлкен бола береді. Түсінікті ғой? Жақсы, келесі есепке өтемін. Енді түсініксіз болса мен қайтадан несеп талдап көрсете алмаймын сіздерге. Түсінікті тілде түсіндіріп жатырмын негізі. Санның дәрежесі курста өткенбіз негізі. А-ның минус n дәрежесін жазу үшін 1 бөлінген А-ның n дәрежесі деп жазамыз. Яғни 3-тің минус 2 дәрежесі дегеніміз, ол 1 бөлінген 3-тің квадраты. Яғни 1 бөлінген 9. Мына жағы бізде 1 бөлінген 9. Б шамасы да 1 бөлінген 9. Немесе 9-дан 1 деп те оқиды оны. Екеуі бір-біріне тең. С нұсқасын белгілеймін. Екеуі бір-біріне тең. Чатқа жазбайық дейді. Плюс жібергіміз келіп тұр. Потоктағылар. Біз потокта бұлай естейміз ғой. Әрбір есеп түсінсек плюс 3, плюс 4-ті жібереміз. Түсінбесек, түсінбеген адам сұрағын қояды. Соны түсіндіріп болғанға дейін күтет басқалар. Сондай ғой бізде тәртіп. 4-ке келдік. Берілген суретке қарап дұрыс жауапты таңдаңыз. Так, АОБ бұрышы ең үлкен бұрыш. Көріп тұрсыздар, мына бұрыш бізде ең үлкені. Сосын екінші орында мына бұрыш, мына жердегі. И үшінші орында тұрған ол мына жердегі бұрыш. Яғни АОС. Бізге не дейді? СОБ бұрышы үлкен АОБ-дан. СОБ үлкен АОБ-дан. Ничего подобного онда емес. АОБ дегеніміз бізде қызыл болып тұр, міне көріп тұрсыздар. Ол мынаған қарағанда үлкен. Үлкен аумақты алып жатыр. Бұрышы үлкен. Сондықтан да А бізде қате. Келесі мына жылышып кетеді ғой, я. Все, түсіндіңіздер деп ойлаймын, ала берейік. АОС СОБ-дан үлкен. АОС СОБ-дан үлкен дейді. Жоқ, АОС бізде ең кішкентай еді жаңағы. АОС мына қоңыр, ал СОБ мынау розовый. Бізде розовый мынаған қарағанда не болып тұр? Үлкен де болып тұр. Сондықтан да үлкен емес, негізі үлкен болып тұр. Сол үшін ол жауап Б жауабы да болмайды. С жауабы. СОБ кіші АОС-дан. Так, көрейік. СОБ, яғни розовый, АОС-дан кіші дейді. Жоқ. СОБ АОС-дан үлкен. АОС дегеніміз қоңыр. СОБ АОС-дан үлкен. Бұл да қате. СОБ АОБ-дан кіші дейді. Көрейік. СОБ, яғни розовый туралы әңгіме, АОБ-дан кіші. АОБ бізде қызыл. Дұрыс. АОБ бізде ең үлкен еді. СОБ оның ішкі бұрышы, яғни ішкі бұрыш бәрібір үлкен сыртқы бұрыштан кіші болады. АОБ-дан СОБ кіші болады. АОБ-дан СОБ кіші болады. Даны белгілеймін. СОБ кіші АОБ. Түсінікті ғой? Жақсы. 5-шіге келдік. Суретте екі шеңбер берілген.
үлкен шеңбердің диаметрі 6. Диаметр дегеніміз, мына жерден мына жерге дейін диаметр. Осы 6 дейді бізге. Кіші шеңбердің диаметрі 2 дейді. Мына жағы 2 екен. Оны басқа түспен белгілейін. Мына жер бізде 2. 6, 2. Үлкен шеңбердің ауданын тап. Үлкен шеңбердің ауданын табу керек. Ауданның формуласы S тең PR квадрат. Пидің барлық неде пи тұрған екен. Бізге енді R керек. R дегеніміз диаметрдің жартысы болады. Яғни бізде үлкен шеңбердің диаметрі 6 болса, демек радиусы 3. 3-тің квадраты. 3-тің квадраты 9. Яғни жауабы 9 пи. 9 пи бізде D нұсқасында тұр. 9 пиді белгілейміз. Есеп түсінікті болса, жақсы. Түсініксіз болса, кейін қайта-қайта көресіздер. Барлығын түсінікті етіп айтып жатырмын. Ешқандай бір қалып кеткен ешнәрсе жоқ. Сіздер қайта-қайта көрген кезде түсініп алатындай етіп айтып жатырмын. Теңдеулер жүйесінің шешімін табыңыз дейді. Бұндай жағдайда орнына қойып тексеріп көре салған негізі тиімді. Мысал үшін, мысал үшін мына жерге 3 пен минус 2-ні қойған тиімді сияқты. 3 пен минус 2. 3 пен минус 2 бар. Не үшін айтып жатырмын? Өйткені x-тің орнына 3-ті қойсақ, давайте жолын түсіндірейін. Мына екеуін y-тарды жойып жіберу керек, либо x-тарды жойып жіберу керек. Ол үшін төменгі бөлікті біз 7-ге көбейтеміз. Чтобы мына минус 7 мен плюс 7 жойылу үшін. Яғни, жоғары жақта 2x минус 7y плюс тең 20. Астыңғы бөлікті 7-ге көбейттім. Полностью. Сонда 28x қосылған 7y тең 70 болды. Енді екеуін қосып жіберемін. Екеуін қосқан кезде мына жерде бізде 30x пайда болады. Минус 7y пен плюс 7y екеуі қосылып жойылып кетеді. Бізге сол керек еді. Өз жою үшін 7-ге көбейткен едік. 70-ке 20-ны қоссам 90. X тең 90-ды 30-ға бөлуім керек. Яғни x-іміз бізде 3-ке тең. 3 болып басылатын қанша вариант бар? Если бір вариант болса, соны белгілей саламыз. 3 болып басылатын 1, 2. Либо V, либо E. Өзі бірінші болып X жазылады. Әр жағдайда бірінші X жазылады. Демек, либо B жауабы, либо E жауабы. Ал енді бізде Y. Y-ті қалай табамыз? 3-ті апарып орнына қоямыз. Любойына. 4x мысалға. 4 көбейту 3. Қосылған Y тең 10. Екіншісіне қойдым. Мына жерге апарып 3-ті қойдым. 4 көбейту 3-іміз бізде 12. 12-ке Y-ті қоссам 10. Y-ті табу үшін 10-нан 12-ні азайтамын. Яғни Y тең 10-нан 12-сі минус 2 шығады. Все, дұрыс. 10-нан 12-ні азайтсақ, минус 2. Демек, X-ім 3, Y-ім минус 2. X-ім 3, Y-ім минус 2. Осыны белгілеймін. Ал енді, бұл енді қосу деп айтылады, яғни жойылатын санға көбейту керек. Басқа жолы бар ма? Жауаппен табуға болатын еді. Мысалға, минус 3 пен 3-ті апарып орнына қойғанда, любойына. Мысалға, минус 3 пен 3-ті апарып орнына қоям, 4 көбейту минус 3, қосу 3. 4-ті минус 3 көбейтсек, минус 12, оған 3-ті қоссақ, минус 9. 10 шықпай қалды. Көрдіңіздер ма? Минус 3 пен 3-ті апарып, мына жерге апарып қойдық, шықпай қалды. 3 пен 2. 3 пен 2-ні қойсақ, 12 плюс 2, 14. Шықпай қалды. Минус 3 пен 2. Минус 3 пен 2-ні қойсақ, минус 12 қосылған 2, минус 10 болады. Бізге 10 керек еді. Минус 3 пен минус 2. Минус 12, минус 2, минус 14. Яғни А, Б, С, Д барлығын сандарды X-ті бірінші, Y-ті орнына апарып қойдым. Любойына. Қате шығып жатыр. Бізге 10 шығу керек еді. Біреуінде минус 9, біреуінде 14, біреуінде минус 10, біреуінде минус 14 шықты. Значит, мыналардың ешқайсысы дұрыс емес. Соңғысы дұрыс болады деген сөз. Өйткені біреуі дұрыс. Давайте оны тағы да тексеріп көре салайық. 3 пен минус 2. 3-ті апарып орнына қоямын. 4 көбейту 3, азайту 2, 4-ші көбейтсем 12, 12-ден 2-ні азайтатын болсам 10 шығады. Дұрыс екен. Екіншісіне тексеріп көрудің қажет жоқ. Бірақ кейбір жағдайларда екі вариантта да мысалға мынау дұрыс болып қалуы мүмкін. Д-да Е-де қойсаңыздар, екеуіне де 10 шығуы мүмкін. Сондай жағдайда ғана біз не істейміз? Апарып жоғарыдағысына қоямыз. 3 пен минус 2-ні мынағанда қойғанда 20 шығу керек. 3 қойсақ 6, минус 7 көбейту минус 2, 2 минус плюс кетеді, 6 қосылған 14 тең 20 шығады екен. Все. Значит, мынау бізге дұрыс. Түсіндіңіздер ма? По крайней случае, екіншісіне тексеріп көруге сіздерде момент уақыт жетеді. Сондықтан да егер екі вариант болып қалса, осылай белгілейсіздер. Так, жетінші. Бұнда негіз жауаппен табуға болады. Әйтпесе, рисковать етеміз ба? Есептеуге. Давайте жоғарысын 9-а көбейтеміз.
Сонда x қосылған 4y, 9-а көбейтсем минус 3x плюс 6y болады. Өйткені минус 3 пен минус 2 плюс 6-ны береді. Тең 0. Сонда минус 2x плюс 10y тең 0 болды. Мына жағын 6 мен 4 12-ге көбейтемін. Барлығын 12-ге, 12-ге, 12-ге. Өйткені ортақ бөлім 12. Сонда 3x қосылған 21y плюс 2x плюс 2y тең 48. 3x, 2x, 5x береді. 21, 22, 23 береді. 23y тең 48. Енді жаңағы мына күрделі теңдеулер жүйесін біз кәдімгі теңдеулер жүйесіне айналдырып алдық. Қалай? Барлығын 9-а көбейттім, чтобы бөлшектің бөліміндегі сандардан құтылу үшін. Барлығын астындағысын 12-ге көбейттім, чтобы бөлшектің бөліміндегі 4 пен 6-дан құтылу үшін. Құтылдым. Енді не істейміз? Негіз жауаппен шығара салу керек пе еді? Мақұл. Салайыншы. Мынаны 5-ке көбейтем, мынаны 2-ке көбейтем, екеуін де. 5-ке көбейтсем минус 10x қосылған 50y тең 0. 2-ке көбейтемін 10x қосу 46y тең 80, 96. Қосып жіберемін. Чтобы ондарды жою үшін қосып жіберемін. Сонда 50-ге 46-ны қосамын 96y тең 96. Y табу үшін 96-ны 96-ға бөлемін 1. Y-ге 1 болатын қанша жауап тұр? 1, 1 болды. 2 жауап екен. А немесе С. Енді бітті ғой уже. Неғылам 2 жауап бар деп қоямын. А немесе С екеуінің біреуі. Y-ті яғни апарып орнына қоямыз. Мына жерге қояйық. 5 көбейту x қосу 23 көбейту 1 тең 48. 5 көбейту x тең 48 азайту 23. 48-ден 23 азайтсам 25 болады. 5x 25-ке тең, x табу үшін 25-ті 5-ке бөлемін 5. Демек 5-те 1 деген жауап. С нұсқасында тұр. Осыны белгілеймін. Жақсы. Келесі 8-ші есепке келдік. Біз, құрметті студенттер, ұлттық тестілеу орталығының пробный тестін тапсырып жатырмыз. ТГО пәнінен 30 сұрақ тапсырам, қалған пәндерді тапсырмаймын. Сабақты соңына дейін көріңіздер. 15 минутымыз өтті. 15 минут ішінде 7 есепте шығардық. Әлі уақыт бар бізде. Сондықтан да жалғастырамыз. Кестеде 3 оқушының математика сабағы бойынша емтихандарда алған нәтижелері көрсетілген. Нәтижелерінің медианасы ең жоғары оқушы дейді. Яғни әрбір оқушының медианаларын табу керек. Нәтижелерінің медианаларын. Біз курста да өткенбіз, поток қатысушылар біледі. Медианасын табу үшін бірінші болып әрбір оқушының не істейміз? Өсу бойынша жазып аламыз. Яғни 27 бірінші, сосын 50, сосын 75, сосын 75, сосын 90, сосын 100. Медианасы дегеніміз ортада 2 сан қалды. Егер жұп болатын болса, сан қатары 2 сан қалады. 2 санның арифметикалық ортасын табуымыз керек. Яғни ортада 2 сан тұр, 75 пен 75. 75-ті 75-ке қосып 2-ге бөлемін. Бәрібір 75 шығады. Демек, бірінші оқушының медианасы 75. Так, түсінікті ғой. Екінші оқушыныңкін табу үшін дәл осылай. Бірінші болып өсу ретімен орналастырамын. 35, 50, жоқ, 47, 35, 47, келесі сан 55, келесі 83. Все, мына 95 пен 100 керек емес, бәрібір осы екеуін есептеймін қазір. Тура мынау сияқты. 55 пен 83-тің орта көрсеткішін табайық. Ол үшін не істеймін? Калькуляторды пайдалануға болады. Сіздерге мына калькуляторды пайдаланып көрсете салайын. 55 қосылған 83. Так. 55 қосылған 83. Екеуін қосамын. И бөлемін 2-ге. 69 шықты. Демек, екінші оқушының медианасы 69. Үшінші оқушы. Өсу ретімен орналастырамын бірінші. Ең кішкентай 33. Сосын 50. Келесі екеуі керек маған. 33, 50, 60 пен 72. 60 және 72. Мына екеуі керек емес. Бізге осы 60 пен 72-ның ортасын табу керек. Ол үшін не істеймін ортасын табу үшін? Әрине калькуляторды ашамын. 60 пен 72-ні бір-біріне қосамын. 132, 2-ге бөлемін. 66 шықты. 66. Енді бізге не дейді? Нәтижелерінің медианасы ең жоғары оқушы. Ең жоғары оқушы 75 жинаған бірінші оқушы екен. Соны белгілеймін. Жақсы. Келесі 9-шы есеп.
Берілген сызбада катердің өзімен жүзіп барлығы 25 сағатта А пунктіне Б пунктіне барып, 1 сағатта демалған соң Б пунктінен А пунктіне қайтқан қозғалысы бейнеленген. Катердің ағыс пен жылдамдығын тап дейді. Так, бірінші сағат 1-де басталған, 26-да тәмамдалған. Қараңыздар, 0-ден басталған жоқ. 1-ден басталып 26-да тәмамдалды, бітті. Яғни 25 сағат жүрді деген сөз. Дұрыс. 25 сағат деген дұрыс. Просто 26-дан 1-ді алып тастаймыз. И ортада 1 сағат демалған жер бар. Міне тұр. 5-ші сағат пен 6-ші сағаттың арасында не істеген? Демалған. Яғни 40-ші километр үздіксіз тұр ғой, 40-ші километр. Сол жерде қозғалмай тұрған деген сөз. 1 сағат бойы. Ол демалған уақыты. Енді бізге айтады, катердің ағыс пен жылдамдығын тап дейді. Ағыс пен жылдамдығы өзі жылдамдықты табу үшін V тең S бөлінген T. Жолды уақытқа бөлу керек. Жол дегеніміз катермен жүрген жері мына қайтқаны. Катермен ағыспен жүргені бізде мына бірінші ағыспен жүргені осы. Яғни S дегеніміз 40 километр. Ал T дегеніміз уақыт. Уақыт болғанда да мына жерден мына жерге дейінгі болған аралық. Яғни 1-ден 5-ке дейін. Қанша болады? 4 болады. 1, 2, 3, 4 сағатта келген екен. Көпшілік студенттер 5-ке бөліп қателеседі. 5-ке бөлсеңіздер 8 шығады, 4-ке бөлсек 10 шығады. Біз 4-ке бөлуіміз керек. Өйткені 1-ден басталды ол, 0-ден басталған жоқ. Бұл туралы мен потокта да айтқан едім. 40 бөлінген 4 тең болады қаншаға? 10-ға. Демек, жауабы бізде 10. Если былай десе, катердің ағысқа қарсы емес, жоқ. Катердің ағыс пен жылдамдығы. Белгісі катердің өзімен жүзіп барлығы А пунктіне Б пунктіне барып, 1 сағат демалған соң Б пунктіне А пунктіне қайтқан қозғалыс бейнеленген. Катердің ағыс пен жылдамдығы. Катердің ағыс пен жылдамдығы. Қайтуына қанша уақыт кеткен? Я, дұрыс. Дұрыс белгілеп жатырмын. Келесі. 10-ші есеп. Сызбада ыдыстағы судың 7 минутта қайнағаны бейнеленген. Су қайнаған кезде оның температурасы 2-ші минутқа қарағанда көтерілген шамасы. 2-ші минут, қараңыздар, 2-ші минут. Ол мына жер емес. Тағы да айтамын, 2-ші минут мына жер болады. Не үшін? Өйткені 1-ші минуттан басталды. 0-ден басталса еді, мен 2-ші минут деп мынаны алатын едім. Бізде 1-ші минуттан басталып тұр, осы жерден басталады несі? Санақ. Яғни мынау 1-ші минут, мынау 2-ші минут, 2-ші минутта ол 20-ға тең. Ал қайнаған кезде су қанша градуста қайнайды? 100 градуста қайнайды. Яғни 20 мен 100-дің арасы қанша? 20 мен 100-дің арасы 80 градус. Демек 80-ді белгілейміз. Бізге соны айтып тұр. Су қайнаған кезде оның температурасы 2-ші минутқа қарағанда қаншаға көтерілді дейді. 80 градусқа көтерілді. 11-ші есепке келдік. 20 минут өтті. Диаграммада Раушан дүкенінің осы айда сатылудың нәтижелері көрсетілген. Ең көп сатылған өнім: алма 150 кг, алмұрт 90 кг, банан 120 кг, шие 30 кг, жүзім 50 кг. Яғни 150 кг алма. Ең көп алманы белгілейміз. Келесі 12-ге келдік. S1 аға тең болса дейді. S1 дегеніміз мына жер ғой енді. Мына жерді айтып тұр. Осы аралықты біз ауданын А деп белгілесек, S2-ның ауданы қалай болады? S1 сияқты қаншауы бар? Қараңыздар, мен оны басқа түспен белгілейін, чтобы сіздерге түсінікті болу үшін. Көк түспен белгілейін. Міне, мынау уже 1А. Дұрыс па? Тура мынаған идентичный 1А ауданы. Мына жағы бізде уже 2А. 2А. И ортасынан былай бөлсем, мынау 3А, и жоғарғы жағы 4А. Демек, мынандай S1-ден 1, 2, 3, 4 бар екен. Просто оларды былай төңкеріп қоя салдық. Демек, қанша А бар екен? 4А бар екен. 4А бізде Б нұсқасында тұр. 4А бар екен деген, абориген деген сөзге ұқсап қалды ғой, жақсы. Келесі есепке де өтеміз. Түсінікті деп ойлаймын, тура мына нәрсе. Мына жерде былай төңкерілген 4 штугы бар. 13. Диаграммада 7-ші А сыныбының апталық бақылауда алған бағалар көрсетілген. 3 баға алған оқушы саны. 3 баға алған оқушы саны міне тұр. 2, 3, 4, 5. 3-ті апарамыз. 8. Өтте оңай. 8-ді белгілейміз. Так, жалпы көлік сатылымының 1,926 миллиард теңге түскен болса, Chevrolet автокөлігіне түскен ақша. Chevrolet 29% екен. Жауаптар миллионда. Яғни біз миллиардты бірінші миллионға айналдырып алайық.
миллиардты миллионға айналдыру үшін артынан 3 жылыстамын. Демек, 1926 миллион. Ондай миллион жоқ негізі. Сондай миллион деп ойлайық. Оны көбейтемін 29-ға. 29% табуым керек. Өйткені Chevrolet бізде 29 деп тұр. 29% табу үшін пайызға көбейтемін және 100-ге бөлемін. Тура бірінші есеп сияқты. 558 бүтін 154 миллион болды. 558 бүтін 154 бізде Д нұсқасында тұр. Д нұсқасында тұр, осыны белгілейміз. Және сыни ойлаудың соңғы сұрағына да келдік. 2011 жылмен салыстырғанда 2021 жылы болған орташа өсім. Өзі өсім каждый не үшін? Каждый А, Б, С, Д деген қалалар деңіз. Каждый қала үшін әртүрлі болады. Мысалға, А қаласы үшін есептейтін болсақ, 300 А қаласының өсімін есептеу үшін 2021 жылғы адамдар санынан 2011 жылғы адамдар санын азайтуым керек. Сонда қаншаға өскені шығады? Так, азайтамын 280.500, 23.800. 23.800. Ол А қаласының өсімі. Сұрақтар өте оңай дейді. Мүмкін. Б бізде 257.800, азайтамын 240.300. 17.500. 17.500. Екінші 206.200-ді азайтамын 197.800-ден. 8.400. 8.400. Так, Д 372.400-ден азайтамын 340.300. Сіздер калькуляторды пайдалануға болады. Сіздерде 32.100. Және соңғы қала 275.200-ден азайтамын 250.700-ді. 24.500. 24.500. Бұл әрбір қаланың өсімдері. Ал енді орташа өсімді табу үшін келді. Проблемадан келеді. Бір-екі есеп келеді. Бір-екі сұрақ келеді. Орташасын табу үшін мынаның барлығын қосып 5-ке бөлемін. Қосылған 32.100, қосылған 8.400, қосылған 17.500, қосылған 23.800. Қостым және оны бөлемін 5-ке. Не үшін 5-ке? Өйткені 5 қала бар. 21.260. А нұсқасында тұр. Не істедім? Әрқайсының өсімін таптым, орташасын таптым сосын. Солардың орташасын таптым. Жақсы. 16-шы есепке келдік. Бабалар сөзінің көне бір қайнауы бата. 2000 жылдық тарихы мен дәстүрі бар батаның мақсаты адам мен ғалам жаратылысының тылсымы мен тазалығын іздеу. Бата беру түркітілдес халықтардың киелі қасиеті. Батада халықтың адал жаны, биік рухы, ашық тілегі, киелі сөзі көрініс табады. Осы қасиеттер арқылы адамның жан тәніне, мінез құлқына сіңеді, күш-қуатқа демеулік етеді, жақсы іс-әрекеттердің нышаны құрайды. Осы қасиеттер не арқылы? Тәжірибе арқылы, салт дәстүр арқылы, ой толғам арқылы, оқу білім арқылы, ақыл кеңес арқылы. Қайсысын белгілейтін едіңіздер? Бата туралы әңгіме кетіп жатыр. Не істейміз? Қайсысын белгілейміз? Әрине, салт дәстүр. Бата туралы әңгіме кетіп жатыр ма? Бұл ең жақын қайсысы мына жерде? Все, салт дәстүр. Сразу есімізге сол нәрсе келеді. Жақсы. 17. Бата халықтың талғам мен даналықтың бір тармағы. Талғам мен даналықтың бір тармағы. Қазақта батаны таңдаулы тұлғалар, көреген кісілер, ақсақалдар, беделді адамдар берген. Бата үлкендердің бір нәрсесі, ұрпақтардың бір нәрсесі боларлық өсиет. Яғни қайсысын белгілейміз? Бата үлкендердің жақсылығы, бата үлкендердің қалауы, бата үлкендердің даналығы, бата үлкендердің ізгі ниеті, бата үлкендердің нұсқауы. Ұрпақтардың беделі. Ұрпақтың беделі бола ма? Ол батаға әсер ете ма? Жоқ. Ұрпақтың сипаты батаға? Жоқ. Ұрпақтың талғамы батаға? Бата немесе ұрпақтың талғамына? Жоқ. Бата ұрпақтың ұстанымына? Ұрпақтың ұстанымы деген болады. Демек, бата үлкендердің нұсқауы, ұрпақтардың ұстанымы. Д-ны белгілейміз. Мына жерде даналығы мен талғамын белгілеп жатқан студенттер қателесесіздер. Халықтың талғам мен даналықтың бір тармағы дегенге сол жерден ұстап тұрсыздар ғой, енді даналық пен талғамды белгілеймін деп. Жоқ, ол қате. Ұрпақтың талғамы деген, талғам деген вкус. Бата қалай вкусқа әсер етуі мүмкін? Не жоқ. Бата қалай вкусқа әсер етуі мүмкін?
логично уже келмейді. Ұрпақтың ұстанымы бата арқылы біз өзімізге мақсат қоюымыз мүмкін. Мысалға, иншалла бәріңіз магистратураға түсіп кетіңіздер. Әумин. Бата. Әумин жасаған шығарсыздар, иә? Я у вас уже в голове. Так, сіздің ұстанымыңыз болады, ал менің нұсқауым болады. Түсіндіңіздер ғой? Түсіндіңіздер, иә? Жақсы, 18-ге кеттік. Шілдехана өткеннен кейін баланың әке-шешесі бесік той жасайды. Конечно. Ағаштан жасалған бесікті немесе жасы үлкен қадірлі аналардың бірі әкеп сыйға береді. Бесікті кім әкеледі? Нағашы жұрты. Баланың нағашылары әкеледі. Баланың нағашылары әкеледі бесікті. Все, қалғанның уже вообще бізге достары, көршілері керек емес. Келесі. Халқымыздың ұлттық қасиеттерінің бірі іш тартқан адамын жақын жұрағаттарын саятқа алып шығу болса, енді бір ерекшелігі жақсы көріп, ұнатқан адамын аққу, бұлбұл, сандуғаш, самұрық, тоты сияқты құстарға немесе ақмарал, ақбөкен секілді дала аңдарына теңеу дер едік. Бұл бүгіннің ғана емес, жүздеген жылдың жемісі. Әрі ертеңгі күннің де қадірменді еншісі болмақ. Небір таңғажайып ертегілер мен батырлар жырында орақ ауыз, от тілмен халықты аузына қыратқан ақындарымыздың өлең жыр, қисса дастандарында осынау табиғат базары, аң-құстың атауы соншама мол кездестіресіз. Адамның өзі табиғаттың жемісі болса, адам мен аң-құс арасында сырт көзге болжана бермейтін үйірлік, қимас достық бар. Өткен ғасырларда қазақ сахарасын құлан, жолбарыс, жабайы жылқы, жабайы түйе мекендеген деп естиміз. Ал қазір республиканың қай түкпірінен де құлан мен жолбарысты баяғыда кездестіре алмайсыз. Жоңғар алатауындағы бұғы, таутеке, арқар, түлкі, іле, балқаш және Арал теңізі қамысы арасындағы топ-тобымен жортып жүретін жолбарыс, Орал жағасындағы үйір-үйір жабайы жылқылар, Алтай қойнауындағы сабылсып бүкіл тауға сыймай жүретін маралдар, барса келместегі құландар, Сауыр Тарбағатай, Қарқаралы, Баянтау, Ұлытау, Үстірт, Маңғыстау маңындағы тастан тасқа секіріп, қойдай өріп жүретін қисапсыз арқар таутекелер қайда бұл күндері? Оны қоя тұрғанда түлкі, қоян, еліктің азайып кетуі неден? Біздің қолымызда бұлтартпайтын бір факт бар. Ол аң-құстың азайып бара жатқандығы. Иә, мүлдем азайып барады. Мәтінде жауап берілмеген сұрақты табыңыз. Қазақ даласында жолбарыс құлан мекендеген бе? Иә. Қазақтар саяттыққа кімдер ертіп шығады? Жауабы бар. Қазақ өзіне жақын адамды неге теңеген? Аққу, бір нәрсе, шын нәрсе. Қазақтар мен аң-құстардың арасында қандай сезім бар? Қимастық, достық сезім бар. Қазақ даласында аң-құстың азаю себебі қандай? Азаю себебі мына жерде айтылмаған. Все, соны белгілеймін. Келесі. 20. Азаю себебі бізде факт бар дейді, бірақ не екенін айтпаған ғой. Міне, біздің қолымызда бұлтартпайтын бір факт бар, бірақ интрига ұстап қалды да, айтқан жоқ не екендігін. Значит, ол сұраққа жауап жоқ деген сөз. Автордың пікірі берілген сөйлемді көрсетіңіз. Мына жерде негізі барлығы автордың пікірі. Халқымыздың ұлттық қасиеттерінің бірі жақсы көріп ұнатқан адамын аққу, бұлбұл, сандуғаш, самұрық, тоты сияқты құстарға немесе ақмарал, ақбөкен секілді дала аңдарына теңеу дер едік. Осы автордың пікірі сияқты. Оны қоя тұрғанда түлкі, қоян, еліктің азайып кетуі неден? Бұл пікір емес, бұл сұрақ. Қазір республиканың қай түкпірінен де құлан мен жолбарысты баяғыда кездестіре алмайсыз? Пікір емес. Ертегілер мен батырлар жырында ақындарымыздың өлең жыр, қисса дастандарында аң-құстың атауын соншама мол кездестіресіз. Пікір емес. Барса келместегі құландар, Сауыр Тарбағатай сұрақ белгісі тұр, пікір емес. Халқымыздың ұлттық қасиеттерінің бірі жақсы көріп ұнатқан адамын аққу. Пікірі ма бұл? Жоқ. Бұл да пікір емес қой. Соншама мол кездестіресіз. Ертегілер мен батырлар жырында ақындарымыздың өлең жыр, қисса дастандарында аң-құстың атауын соншама мол кездестіресіз. Соншама мол кездестіресіз. Барса келместегі құландар, Сауыр Тарбағатай, Қарқаралы, Баянтау, Ұлытау, Үстірт, қайда бұл күндері? Сұрақ қою, екі сұрақ тұр, уже ол жауап емес. Қазір республиканың қай түкпірінен де құлан мен жолбарысты баяғыда кездестіре алмайсыз. Баяғыда кездестіре алмайсыз. Бұл пікір ма? Жоқ. Бұл да пікір емес. Халқымыздың ұлттық қасиеттерінің бірі. Короче, қиналған кезде соңғысын ең үлкен жауап қайсы, соны белгілеймін. Сұрақ, ең үлкен жауап А или Е. Ені белгілеймін, өйткені сұрақ белгісі тұр, ол пікірге жатпайды. Аны белгілеймін. Автор ақпарат берді. Осы маған келген тестте алдыңғы нағашы деген дейді. Бағанағы ма? Хорошо. 21. Ол нағашы ғой, ол итакта ғой, бесікке. Мәтін мазмұнына сәйкес келмейтін ақпарат. Адам табиғаттың жемісі, иә. Ертегілерден аң-құстардың атауын кездестіре алмаймыз. Ертегілерден кездестіреміз ғой. Мәтін мазмұнына сәйкес келмейтін ақпарат. Міне осы, ертегілерден аң-құстардың атауын кездестіре алмаймыз. Кездестіре аламыз. Все.
Так, бізде запись жүріп жатыр. Адамдар саны 75. Жақсы. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Алишер. ТГ-дан дайындық жүргіземін. Бізде 5-ші поток 11-ші шілде күні басталады. Тест аяқталған кезде бітеді. Яғни тест кезінде тесттен келе жатқан сұрақтарды да сіздерге беретін боламын. Олар бізде түс есептері деп айтылады. Негізі слифтер ғой. Ешкімге айтпай қойыңыздар. Негізі слифтер. Соларды да мен үйретемін. Точно ол болмаса да соған ұқсас етіп үйрететін боламын. Ол бізде 11 шілде басталады. Бағасы 10.000 теңге. Жазылу үшін жендер тобында маған жазсаңыздар болады деп арасына рекламамды тығып жіберейін. Нарықтағы маңызды және бірінші элемент өндіруші мен тұтынушы. Екінші элемент өндіріс орындарының корпоративтік басқаруына негізделген меншіктің жеке немесе аралас формуламен болжанған экономикалық оңашалану. Кейін 0,25 деген немен артқа қайтарып көресіздер ғой. Мен енді просто сіздердің іштеріңіз пысып қалмасын деп тез бітіріп жатырмын. Үшінші баға, төртінші сұраныс пен ұсыныс. Сұраныс пен ұсыныс материалдық игіліктердің өндіруші мен тұтынушы арасындағы байланыстарды қамтамасыз етеді. Бесінші элемент бәсеке. Бәсеке пайданың жоғары болуын және соның негізінде өндіріс масштабын кеңейтуді көздейді. Мәтіннің стилін анықтаңыз. Мәтінде ғылыми ақпарат беріп жатыр, демек ғылыми стиль. Все, басқа еш нәрсе емес. Ғылыми әртүрлі нелер, терминдер айтылып жатыр. Меншікті аралас, корпоративтік, бәсеке, сұраныс, ұсыныс, осының барлығы терминдер. Терминдер болды ма, все, ол ғылыми стиль болады. Ғылыми дедім ғой, ғылыми стиль. Ғылыми стиль болады. Мәтіндегі өзара қарсы мәндес тұрған сөздерді тап. Қарсы мәндес: нарық экономика, пайда бәсеке, сұраныс ұсыныс. Баға материалдық игілік, жекеменшік аралас. Сұраныс ұсыныс қарсы мәндес болып есептелінеді, иә? Сұраныс бар жерде ұсыныс бар жерде сұраныс бар. Екеуі бір-біріне сай. Мәтіндегі жоқ ақпарат. Нарықтық экономика бірнеше маңызды элементтен тұрады. Иә. Нарықтағы ең маңызды элемент өндіруші мен тұтынушы. Иә. Бағаның өсуі мен төмендеуі бірнеше факторға тәуелді. Бағаның өсуі мен төмендеуі бірнеше факторға. Бәсекеге пайданың жоғары болуы және соның негізінде өндіріс масштабын кеңейтуді көздейді. Бағаның өсуі жоқ қой мына жерде. Бағаның өсуі мен төмендеуі туралы еш нәрсе айтылмаған. Демек, мәтіндегі жоқ ақпарат осы. Так, 23. Сұраныс ұсыныс. Все. 25-ке келдік. Мәдениет жеке адамның өзіне тән қасиеттерінен басталып, бүкіл ұлттық діл, ұлттық сана, дүниетаным, салт дәстүр, рухани материалдық байлықтың бәрін қамтитын күрделі ұғым. Мәдениеттің қандай түрінде болмасын, адамның ақыл ойы, парасаты, наным сенімі, дүниетанымы, эстетикалық талғамы заттандырылып, материалдық және рухани игіліктер көрінісін тауып отырады. Рухани құндылықтарға ұлттық дүниетаным мен діл, ұлттық психология мен моральдық этикалық нормалар, әдет ғұрып пен салт дәстүр, ырым жоралғы жатады. Заттық мәдениетке адамның өмір сүруіне қажетті ішер асы, киетін киімі, тұратын баспанасы, көлігі, қолөнер бұйымдары, курстары, ауыл шаруашылық және мал шаруашылық құрал саймандары, өнім өндіретін шикізаттары, қару жарағы, аңшылық, саятшылық жабдықтары, саз аспаптары, ыдыс аяқ, жиһаз жатады. Мәтінде жауабы жоқ сұрақты табыңыз. Түсіндім. Мәдениеттің қандай түрі бар? Рухани деді, сосын жаңағы материалдық деді. Заттық мәдениеттің нелер құрайды? Айтылды. Мәдениет дегеніміз не? Мәдениет деп сызықша қойған, значит, мәдениет туралы не бар? Факт бар. Тіл мен мәдениеттің байланысы қандай? Тіл жоқ, тіл мен мәдениет туралы еш нәрсе айтылмаған. Все. 26-ға келдік. Рухани мәдениетке қайсы жатпайды? Жөн жоралғы, зергерлік бұйым. Зергерлік бұйым рухани мәдениетке жатпайды. Рухани мәдениетке салт дәстүрлер, рухани. Зергерлік бұйым уже материалдық. Түсінікті ғой? Так, бағаның төмендеу факторы деген дейді. Бағаның төмендеу факторы дегенсі 24 жауабы қалай болады? Сұраныс ұсыныс, көріп үлгермей қалдым. Көріп үлгермей қалсаңыздар, кейін көре бересіздер. 27-ге келдік. Мәтіннің стилін анықтаңыз. Мәтіннің стилі ғылыми стиль ма? Мәдениет туралы айтылып жатыр, ғылыми стиль. Көркем әдебиет емес. Терминдер айтылды ма? Терминдер. Этика, дүниетаным, салт дәстүр. Терминдер ғой барлығы. Я? Ғылыми стиль. Мораль. Бірінші мәтін. Адамзатқа тән ерекше бір жақсы қасиет қоршаған дүниенің әсемдік сырларына үңілу. Содан рухани нәр алу. Өзінің нәзік сезімін образдар арқылы паш ету. Әл-Фараби айтқан. Екінші, музыка арқылы біз өзімізді үлгілі өнегеге бейімдеп өркендете аламыз. Музыканың моральдық мәні сол, біз оның музыканың моральдық мәні сол, біз оның әсерімен таза нәр аламыз. Яғни шынайы сүйеміз немесе жиренеміз.
Музыканың шын мәнінде біздің жан дүниемізді толқытып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель айтқан екен музыка туралы. Жер жүзіндегі халық әндерінің барлығы да бір тілде сөйлейді. Олар өмір қуанышы, балғын жастық шақ, көгалды көктем, салт сана, әдет ғұрыптың сан сырын шертеді. Әннен сонымен қатар тағдыр әділетсіздігін, азап шеккен ауыр тұрмыстың азабына еріксіз бас иіп, еріксіз көнудің ауыр күрсінісі естіледі. Барбюс айтқан екен. Мәтіндегі ақпараттың берілу сипаты: баяндау, әңгімелеу, пайымдау, суреттеу, сипаттау. Мә. Баяндау, әңгімелеу, пайымдау, суреттеу, сипаттау. Өтіп кете берейінші. Қайтып келем. Так, екінші. Музыка туралы пайымдау қай мәтіндерде берілген табыңыз. Музыка туралы пайымдау деп тұр. Значит, мына жерде 28 бізде пайымдау. 29-ға өтеміз. Мә, күшті лайфхак. Музыка туралы пайымдау. Музыка мына жерде айтылды, және соңғысында да айтылды. Әдет ғұрыпқа, неге, яғни 2 мен 3-те музыка туралы айтылды. Все. Сонымен 30-ға келдік. Берілген мәтіндердің үшеуіне де ортақ болып келетін саланы көрсетіңіз. Үшеуіне де ортақ. Эстетика, мәдениет, өнер. Иә, білім мен ғылым емес, әдебиет емес, әдет ғұрып жоқ. Эстетика, тарих, этнография емес. Эстетика, мәдениет, өнер. Все. Біттік па? 30-та бір-бір тексеріп шыққан ұнатамын негізі. Так, мұнан дұрыс белгіледім. Б шамасы артық дедім, процент артық болғандығы үшін. Мұна екеу тең дедім, өйткені мына астына түсті. Бұрыштарда СОБ кіші, АОБ-дан кіші. Дұрыс. 5-ші, диаметр 6, үлкендікі. Значит, ол 3-ке тең. Шеңбер квадрат 9π. 9π. 6-ға өтеміз. Теңдеулер жүйесінің шешімі. 3 пен минус 2. 3 пен минус 2-ні қойдым. 12. Так, все. 7. 5 пен 1. 5 пен 1-ді қояйын. 5, 1, 12, 4, 3. 5, 1, 6, 6-ға қалды 1, 4 шығады. Все. 8. Медианасы, бұны енді точно есептедім. Түсіндіңіздер ғой, 75 шыққан еді. Так, катердің осыған мен ойланып қалдым. Бұл бүгін қайтқан қозғалыс белгіленген. Қайтқаны ғой. Өзенмен жүзіп, бірінші өзенмен жүзеді. Мынау барғаны. 4 сағат кетті, 40 километр, 4-ке бөлемін. Дұрыс, нормально. Нормально. 7 минутта қайнағаны бейнеленген. 8-де, бірақ 8 минут емес, ол 1 минутта басталды, значит 7 минут деген сөз. Хорошо. Су қайнаған кезде оның екінші минутынан қайнағанға дейін. Қайнағанда 100-ге қайнайды. Екінші минутта ол 20 еді, арасы 80. Хорошо. 11. Ең көп сатылған алма. 12. 4А дедім. Мына 1, мына жерді 1 дедім, мына жағын 1 дедім, мына екеуін 1 дедім. Сонда 4-еу шықты. 4А болды. YouTube'тан енді кіріп атқандар болса, YouTube'тан қосылып кейін көресіздер. Қай жерден алған болсаңыздар сілтемені, Zoom сілтемесін, сол жерге YouTube сілтемені тастап қоямын. Осыны қайталауым. Диаграммада 7-ші сыныбының апталық бақылауда алған бағалар көрсетілген. 3 баға алғандар қанша? 3 алғандар 8. 14. Так, миллионға айландырдым. 3-нөл жылжыттым. 29%. Примерно 3 бөліп 1 бөлігі. 558 шықты. Оны калькуляторға сенетін шығарымыз. 21.260. Бұл есепті Малика деген бір ханым жіберген еді маған өткенде. Дұрыс шығарған едім. Точно шығардым. Бабалар сөзі салт дәстүр. Деп ойлаймын, мен де не емеспін ғой, Нострадамус емеспін, алдын ала берілетін. Нұсқа ұстанымы, ұрпақтың ұстанымы болады. Баланың нағашылары дұрыс, 5-ке келетін. Қазақ даласында аң-құстың азаю себебі факт бар дейді, бірақ не екенін айтпады. Мынаны спонтанно белгіледім. Үлкен жауапты белгілеймін, если жауапты білмесем. Бірақ үлкен жауапта бізде екеу тұр. Сондықтан да сұрақ белгісі бар емес, сұрақ белгісі жоқ. Өйткені сұрақ белгісі ол пікірге жатпайды. Пікір сұрақ белгісі қойылмайды. 21. Ертегілер туралы мүлдем айтылмаған. Терминдер бар, ғылыми стиль дедім. Қарама қарсы сұраныс пен ұсынысты беріледім. Бағаның өсуі мен төмендеу бірнеше фактор. Бағаның өсуі деген айтылмады, иә? Бағаның өсуі жоқ қой, төмендеу. Все нормально беріледім. 25. Тіл мен мәдениет, тіл туралы вообще ештеңе жоқ бұл жерде. Зергерлік бұйым, рухани мәдениетке жатпайды. Мынаны ғылыми стиль дедім. Қолөнер,
ырым, все, ғылыми стиль. 28. Пайымдау дедім. Бұл да бізге сәттілік, музыка туралы пайымдау дегенге арқылы. Көрдіңіздер ма? Түсінбейтініңізді өтіп кете беріңіз. Может, сізде алдыға сізге сол нәрсе бір не береді. Справочник типа не сияқты. Короче, түсіндіңіздер. Көмек береді. Музыка туралы пайымдау 2 мен 3-те айтылды. Музыка бүгін 5 шілде Садреддиннің неше күн деген музыка шығады. Бүгін релиз. Бүгін шығатын күн емес па? Эстетика, мәдениет, өнер. Эстетика, мәдениет, 17 дейді. 17-ге апарайық па? 17. Нұсқауы мен ұстанымы. Бата үлкендердің нұсқауы, ұрпақтардың ұстанымы. Солай белгіледім, енді точно білмеймін. Сіз точно білесіз ба, Жасмин Тілеубай қайсы екендігін? Все, бітті. Вариантын оқыңызшы дейді. Ізгі ниеті таңданысы. Ұрпақтардың таңданысы боларлық өсиет. Таңданысы болмайды. Все. Тестіледі аяқтау. Ал, бісміллә. 30-ға 30 белгіледік. Растау. Так, құрметті де қадірменді жиендер, магистратураға тапсырушылар. Біз қазір міне санаулы секундтардан кейін не бар ма, стакан бар ма, бүйтіп жаңа жыл келіп жатыр деп не айтып кетсең жоқ. Санаулы секундтардан кейін ТГО-ға жасалынған мастер-класс 45 минуттың ішінде, жарты сағаттың ішінде жасадық. Соның жауабын көретін боламыз. 3-ке 2-ні қоссақ қанша? Осы дегенде білмей қалсаң, 3-ке 2-ні қоссақ қанша? 5 болады, әрине. Тестілеуді аяқтау. 30-ға 30 жинадық. Короче, пайымдаулар, жаңағы әшейін белгілей салғандар, солардың барлығы дұрыс болды. Ешқандай қате жоқ. Білмеймін. Так, ешқандай қате жері жоқ, көрдіңіздер. Барлығын түсіндіріп айттым. Кейін ютубтан қайттан көресіздер. Ютубтан көріп жатқандар үшін тағы да бір рет менің потогыма қатысыңыздар. 11 шілде күні басталады. 5 поток. Бәрін үйретемін. Тақырыптар бойынша аналитикалық ойлауды да, сыни ойлауды да барлығын үйретемін. Құдай олап әйтеуір 30-ға 30 жинадық. Бұл да үлкен дайындықтың менің арқасында деп ойлаймын. Күшті, сіздер де солай тапсырыңыздар. Сәттілік тілеймін тестте. Жиендерде болыңыздар. Мүмкін тағы да осындай қосымша сабақтар, тегін сабақтар болатын шығар. 11 шілдедегі потокқа жазылуды ұмытпаңыздар. Если жазылатын болсаңыздар, 10 000 теңге бағасы. Әрі тестілеу біткенге кезге дейін тапсырылатын болады. Қош, сау, аман болыңыздар.